Мисалга биз кай жерлерде позициябызды көрсөтө алмай жатырмыз? Арак коюлган тойга әлі сол проблема. Әлі соны жамааттар сурак кылып коет. Біз бармасақ ағайын ренжейт, көңілі қалат, ертең күні араласпай қоят, анау мынау. Принципімізді ұстай алмай жатырмыз. Олар өзінің принципінде тұр. Оған Құранда аят түскен жоқ. Немесе ата бабамыздың дәстүрі осындай еді деп еш жерде жазылған жоқ. Тек бір какой-то период на совет үкіметінің тұсында шамалы уақытта біз арақ тойға үйреніп кеттік, орыстармен жақын, етене жақын араласқаннан кейін. Соны қатты ұстанып қалды да. Адамдар негізі сондай бидғат, сондай бір жаман нәрселерге өзі берік болады ғой, діни сауаты жоқ адамдар. И ол оны өзінің ұстанымында тұр да, нық тұр. Сен бармайым десең де ол арақпен бәрібір жасайым деп тұр. Ал бірақ біз соған бармай қалмай жатырмыз да. Бармай қала алмай жатырмыз. Ренжейді, анау мынау деп отырып қойыватырмыз да барып. И сосын ол сенен қашан қалай қаймығады. Егер сен соны жаңағы арақ қойылған үшін бармай қойсаң, сондай бір нәрсе болған үшін сен тұрып кетіп қалсаң, өзің осындай дінге деген құрметіңді, беріктігіңді, ұстанымыңды көрсете алсаң, ол сені құрметтейді. Біз ойлаймыз, керісінше абыройым түсіп қалады деп. Жоқ, керісінше сен барсаң абыройым түсіп қалады. Отыра береді ол. Ол намаз оқыған қызы өз. Алды біздің тойда отты ғой арақтың қасында деп. Керісінше сен оны сыйлап барып тұрсың құрметтеп. Ол сені жермен жексен қылып, абыройың төгіп жатыр да. Алла тағала сол үшін айтып тұр ғой, кімде-кім адамдардың разылығын іздесе, сөйтіп Алланың разылығына қарсы шықса, түбінде екеуін де разылығын ала алмайды дейді. Ал кім адамдардың ризалығын қарсы шығып Алланың разылығын іздесе, жаңағыдай жерде жоқ, мен Алланың ризалығын іздеймін деп бармай қойсын, түбінде екеуін де ризалығын алады дейді. Ал сен құрметтейді уже. Бұл әшейін оқып жүрген жоқ намазды. Келмеймін деп келмей қойды алдында. Ол үшін маңызды оның ұстанымдары, принциптері. Жоқ, оны азыра алмайсың оны деген нәрсе да.